Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм былай деп бұйырған. Алла тағала құдси хадисінде былай дейді: үмметіңе айт, таңертең 10 рет, кешкісін 10 рет, ұйқыға жатар кезде 10 рет, ля хауля ва ля қуввата илля биллах десін. Өйткені бұл ұйқыға жатарда дүние бәлекеттерінен, кешкісін шайтанның айласынан, таңертеңгісін ең ауыр азаптан сақтайды. Хазіреті Абу Муса, Алла одан разы болсын, Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм өзіне былай: ля хауля ва ля қуввата илля биллах, күш-қуат Аллаға ғана тән деп айт. Өйткені ол жәннаттың қазыналарының бірі дегенін риуаят еткен. Бухари, Муслим. Хазіреті Абу Хурайра, Аллах одан разы болсын, Хазіреті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәлләм былай дегенін риуаят еткен: кімде-кім ля хауля ва ля қуввата илля биллах десе, ең азынан 99 түрлі уайым басқан дертке дауа болады. Табарани. Хазіреті Муаз бин Джабалдың, Алла одан разы болсын, риуаяты бойынша, Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм одан былай деп сұрады: саған жәннатты көрсетейін бе? Ол не екен, уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм деп сұрайды ол. Ал Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм былай деп жауап берген: ол ля хауля ва ля қуввата илля биллах, күш-қуат Аллаға ғана тән.